Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы үй жағдайында тауық етін, яғни голенді маринадтаймыз. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен маринадтап аламыз. Пісірместен бұрын міндетті түрде маринадтаңыздар. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Менде бұл жерде майонез, соя, одан кейін кішкене ғана сұйық май, дәміне қарай дәмдеуіштер және де тұзды қосамыз. Алдымен жақсылап жуылған голенге майонезімізді қосамыз. Одан кейін дәміне қарай кішкене ғана тұз, сұйық майымызды бәрін көз мөлшерлеп саласыздар. Одан кейін кішкене ғана қызыл бұрыш және де дәмдеуіш қостым. Бұл жерде тауықтың етіне арналған дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Одан соң міндетті түрде бір ас қасық соевый соусымызды қосамыз. Бетін жауып бір түнге қалдырсаңыздар өте дәмді болып шығады. Немесе жоқ дегенде 3-4 сағатқа қалдырамыз. 3 сағат уақытымыз өтіп шықты. Енді фольгамызды төсеп, біздің тауықтың еті, яғни голенімізді пісіріп аламыз. «180 градуста 40-45 минуттай пісіп шығады». Мінеке достар, уақытымыз өтіп шықты. Осылай өте әдемі, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осылай маринадтап пісіріп көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецепте кездескенше астарыңыз дәмді болсын.